Беташар жыры. Әңгімені тыңдамас бұрын арнаға тіркеліп лайк баса кетіңіздер. Қазақ тілді арнаны қолдайық. Қараңғы бөлменің бір бұрышында бүрісіп жылап отырған Бануды ешкім басынан сипап, жылы сөз айтып жұбатпады. Даңғарадай іші жиһазға толы керемет үйді жылу жүйесі жылтып тұрғанмен, Банудың жанын жылтатын ешкім жоқ. Кезінде шат күлкі кетпеген бұл бөлмелерде үнсіздікке толы. Осыдан 2 ай бұрын Банудың әке-шешесі көрші ауылдан ағайынның тойына барған еді. Жолда көлік апатына ұшырап, екеуі бірдей көз жұмды. Бану бұл отбасының жалғыз қызы еді. Енді отбасының жалғыз мүшесі болды. Қайғылы қазадан кейін 2 ай өтсе де, Банудың көзі жастан құрғамады. Тым болмаса жақын тартып араласатын туыстары да жоқ еді. Бану 11-ші сыныпты биыл бітіреді. Өзі ай десе аузы, күн десе көзі, талшыбықтай, қасы көзі қиылған қазақтың қара домалақ сұлу қызы. Мектепте жігіттер қызыға, қыздар қызғана қарайды. Қолынан өнер тамған, киім пішу, тоқыма тоқуды анасына меңгерген. Анасы екеуі тіккен киімдерін тіпті таласып сатып алып жататын еді, ауылдастары. Өлінің артынан өлмек жоқ емес пе? Келесі күні таңертең Бану өз-өзіне келіп, болашаққа жоспары жайлы ойланды. Көрші ауылда ағайын туыстары қызды жалғыз қалдырмай өз үйіне тұруға шақырды. Бану келсе кетті. Үйін құлыптап, сатылады деген тақташа ілді. Керек жарағын алған ол бірден автобусқа қарай тартты. Әкесінің ағайынды інісі Мұрат аға өте ақкөңіл кісі екен. Банудың қалын сұрап, жұбатып, жақын тартып жатыр. Ал жеңгесі Сая, іші тар қызғаншақ адам екені бірден білініп тұр. Банудың сәлемін алмастан ала көзбен бір атып, жақтырмаған даусымен шайға шақырды. Мұрат пен Саяның 2 баласы бар. Үлкені 5-ші сыныпта, кішісі 2-ші сыныпта оқиды. Бану жеңгесінің мінезінен сескеніп, өзі қысылып сасып қалды. Бірақ Мұрат ағасының жылы шырайын көріп, жаны қайта жай тапқандай болды. Осындай күндер өтіп жатты. Жаңа мектепке орнығып, достарына да үйренісе бастаған Бану кішкене болса да қайғы мұңнан ажырағандай болды. Күнделікті үйдің жұмысын Сая Банудың мойнына іліп қойды. Сабақтан келе сала, Бану осы үйдің отынан кіріп күлмен шығатын болды. Саяның балаларын кірін жуып, сабақтарына көмектесті. Осының кесерінен сабақ үлгерімі де нашарлап кеткен. Кешке дейін жұмыстан қолы босамайтын, кешкісін шам жақса ақша кетеді деп Сая айқай салады. Бір үйдің еркесі Бану жеңгесінің мұндай қылықтарынан қатты қиналады. Бірақ Мұрат ағасының көңілін түсірмеуге тырысқан Бану бәріне көнді. Құдай оңдап үйді де жақсы бағаға сатты. Осы ақшамен оқу орнына түсем деген үміт Бануды жетелеп жүрді. Банудың санасына болашаққа деген үміт оты жанды. Үйдің ақшасының біразын Мұрат ағаның балаларына киім-кешек, ойыншық алып беріп, қалғанын чемоданына салып тығып қойды. Түн жарымында Саяның айқайы естілді. Ұры түсті ұстаңдар деген дауысты естіген Бану жүгіріп шықты. Сая жерде Банудың чемоданын ұстап отыр екен. Банудың бар арманы, үмітінің соңғы жібі үзілгендей болып жерге отыра кетті. Көзінен тамған жастары бірінен соң бірі үзіліп жатты. Ешқандай ұры келмегені айдан анық еді. Саяның қулығы тағы да жүзеге асып кетті. Әттен қолмен ұстамаған соң, оны айыптауға ешқандай дәлелі жоқтығын, ешқандай дәрмені жоқтығын сезінді. Сиырының ақшасы, үйінің ақшасы, арманы, үміті, сенімі, бәрі көкке ұшты. Тек бір апта өтпей жатып, Саяның кредитке деп алған қымбат жиһаздары, кредитке деп алған қымбат тон, қымбат етігі осының дәлеледі. Мектеп бітірген соң Бану ойланбастан қаладағы Сара деген бұрын бірге оқыған құрбысына қоңырау шалды. Қалаға жақын күндері баратынын ескертті. Сарада құрбысының келуін күтіп жүрген еді. Қуана қарсы алатынын айтты. Қала зулап жатқан, бітпейтін, таусылмайтын көлік. Автобустан аузы ашылып, жан жағына жатырқап түскен Бануды Сара
алыстан ақ таниды. Тек Сараны тану мүмкін емес еді. Шашын сарға бояп, қысқа белдемшелі желбіретіп, биік өкше туфлин анық-анық басып келе жатқан қызды Бану бірден танымады. Жақындап келгенде ғана көрген ол мойыннан құшақтай алып жылап жібереді. Сара әке-шешесіне көңіл айтып, жолдың жиегінде тұрған көлікке мінгізеді. Құрбысының көлік айдағанына тамсанған Бану шын жүректен қуанады. Екеуі Сараның пәтеріне келіп 3-4 сағат сырласты. Бірін-бірі қатты сағынысқан құрбылар шай ішіп отырып, бірі жыласып, бірі күлісіп, өткенді ой еліктерінен өткізді. Бану өкінішке орай жоғарғы оқу орнына түсе алмады. Қатты қамықты, бірақ бір жағынан жұмыс істеп, ақша тапсам кейін оқып алармын деп те ойлады. Сара таныстары арқылы Бануды даяшы етіп жұмысқа орналастырды. Күндер, айлар өтіп жатты. Қаланың жайына үйреніскен Бану жақсы ақша таба бастады. Ақшасын Сараға өткізіп отырды. Сараның өзі әнші еді. Түнделетіп мейрамханаға, дәмханаларға өлең айтып нәпақасын тауып жүрді. Қалтасынан әрқашан ақша үзілмейтін. Жұмыс үй жұмыс, осы екі арада ғана жүретін Бануды Сара бір көңілін сейілтіп достарымен болатын кешке алып шықпақшы болды. Сараның жүздеген көйлегінің ішінен ең әдемісін кигізіп, бояндырып еді, Бану керемет жайнап шыға келді. Алғашында келіспей қойған оны құрбысы күштеп үйінен шығарды. Сараның достары өз сияқты ашық жарқын екен. Кезек-кезек ән салып, көңілді отырды. Бану да енді үйренісе бастады. Әншейінде ауыз жаппас Нұрлан бұл жолы бәрін таңғалдырды. Аузына сөз түспей қысылып отырды. Бұның себебін бәрі түсінді-ау деймін. Бірден вальс қойды. Нұрлан Бануға жақындап келіп биге шақырды. Екеуі бұл биді үнсіз биледі. Бір-бірінен ұялып, бірі қызарып, бірі бозарып тіл қатыспады. Нұрлан әнші жігіт, өте сымбатты, сыпайы, нағыз ер жігіт еді. Негізі Сара екеуі Нұр Сара атты дуэт құрған. Бірге көптеген тойларда елдің батасын алып, керемет дауыстарымен тамсандырып келеді. Ал Сара сырттай Нұрланға ғашық. Бұны Нұрлан сезеді, бірақ Сараның қыңыр мінезін онша ұнатпайтын. Енді міне, бір көргеннен Банудың сұлулығына, биязылығына байланып қалған Нұрланның көзінен махаббат ұшқынын байқады. Сара да бұны байқап, қызғанып, іші оттай күйіп жүр. Мектеп кезінде Сара ұнатқан жігіттер Бануға көңілдерін білдіруші еді. Тағы да солай. Бануда білдірмегенмен Нұрланды бірден ұнатып қалды. Кеш біткен соң Сара мен Бануды Нұрлан шығарып салды. Сараның Бануға деген көңілі суып кетті. Бұрынғы қайырымды Сара енді жоқ. Киімін қызғанып, болмашы нәрсеге сөйлеп, қабақ шытатын болды. Бірақ махаббаттың торына іліккен Бану оған да мән бермеді. Арман мен қиялда ұшып жүрді. Бану мен Нұрланның арасындағы махаббат өрбіді. Күнделікті кездесіп, айлы түндерде қала көшелерінде кезетін болды. Нұрлан домбырасын әкеліп, Банужан, екеуміз үйленгенде саған бет ашар жырын өзім шырқаймын, тыңда, міне былай, тұра тұр, бетіңді мынамен жаба тұр деп киімін жауып қоятын. Айт келін-ау, айт келін деп шырқай жөнелгенде көшедегілер таңырқап та, тамсанып та қарап өтетін. Бану киімнің астында шек сілесі қатып күліп отырады. Құшақ-құшақ күлге Бануды қарық қылды. Екеуі ғашықтар көлінде жүзді. Дүниедегі болып жатқан жағдайларға қарамады. Бейне бір басқа әлемде сияқты. Сара болса Бануды жек көргені соншалықты, тіптен одан құтылудың жолын қарастыра бастаған еді. 8 наурыз еді. Нұрлан Бануды кешкі 8-де орталық паркке шақырды. Өкінішке орай қаланы білмейтін Бану Сарадан көмек сұрады. Осыны пайдаланған Сара ойланбастан басқа парктың мекен-жайын сызып берді. Әдемі киініп, даярланып, Бану кездесуге шықты. Саябаққа келген Бану кіреберіс есікте ұзақ күтіп қалды. 1 сағат, 2 сағат, 3 сағат өтті. Нұрлан келмеді. Қараңғы түсіп қалған еді бұл кезде. Ал Сара бұл кезде Нұрланға телефон шалып, Банудың басқа жігітпен кетіп қалған, оған сатқындық жасағанын айтты. Нұрланның қызғаныштан көзі қарауытып,
естігеннің бәрін шын көріп тұрды. Бану қатты тоңып, көзінен жасы тамшылап, подъезге жақындап келе жатты. Нұрланға ашуланып бір жағынан бір нәрсеге ұшырап қалды ма деген ой көңілінен кетпеді. Кенет бұрылыстан шамын жақпай ұшып шыққан көлік оны қатты қағып кетті. Көзін ашса, палатада жатыр екен. Жанында медбикеден басқа ешкім жоқ. Аяқтары қатты ауырып тұрды. Жай басын көтеріп қарап еді, есінен танып қала жаздады. Екі аяғын кесіп тастапты тізеден. Бар даусымен айқайлап жылай бастады. Медбике құшақтап жұбатты. Қайтсын, жанында демеу болар ешкім жоқ. Аспан жерге түскендей, бүкіл әлем одан теріс айналғандай еді. Бір апта жатты. Осы бір аптаның ішінде ешкім келмегені жанына батты. Әттең әке-шешем-ай, жанымда болсаңдар, жылы құшақтарыңмен жылтар едіңдер. Мейірімдеріңді сағындым. Неге мен деп жылады. Бір кезде мейірбике сүйінші сұрады. Бану, жігітіңіз келіп тұр деді. Өз құлағына өз сенбеген Бану ұшып тұрайын деді, бірақ аяғын көріп көңілі қайта түсті. Палатаға кірген Нұрлан Банудың жанына ақырын жайғасты. Бану қуанып қолынан ұстайын деп еді. Нұрлан қолын тарта қойды. Қалайсың деді. Өзің көріп тұрсың ғой деп Бану жылап жіберді. Кешір Бану, мен қоштасуға келдім деген Нұрланның сөздері жығылғанға жұдырық болды. Терезеге тесіліп қарап жатты. Көзінің жасын сүртті де, кете бер, бақытты бол деп нақ-нақ жауап берді. Осыны күткендей Нұрлан тұрды да шығып кетті. Бану бұдан соң жыламады. Қайта бұндай сатқыннан дер кезінде құтылғанына тәуба деді. 2 аптадан соң дәрігерлер қыздың жағдайын біліп, мүгедектер арбасын тауып берді. Ауруханадан арбамен шыққан қыз бірден Сараның үйіне тартты. Сара есігін ашты да, ренжіме Бану, мынау киімдерің, менімен бірге тұра алмайсың. Саған бір адам қарау керек қой деді, кемсітіп. Бану Сарадан осыны күткен еді, себебі оны Сараның көлігі қаққанын сезген. Киімдерінің арасынан тек керектілерін теріп алайын деп көтере алмасын ойлаған Бану, киімдерін ақтарып отырып, анасы екеу тіккен көйлектерін көріп, көңілі босап кетті. Бар ішіндегі жиналған қайғысын көйлекті бетіне басып отырып, жылап шығарып алды. Бұны көріп тұрған Сара еш аяушылық танытпады. Қайта Нұрланға қолы жетпейтінін сезіп, қуанып қалды. Тіккен киімдерін Бану орталық базардың алдына жайып қойды. Мүмкін мүгедек тіккен көйлектерді біреу аяп сатып алатын шығар деп ойлады. Негізі осы отырысына өзі қатты қынжылды. Киімдерін мән беріп жатқан ешкім жоқ. Бірақ сұлу қыздың бұл отырысы көбісінің көңілін жабырқатты. Кеш те батып қалған. Қалтасындағы азын-аулақ тиынға жақын жерден барып ыстық нан сатып алып келейін деп арбасының дөңгелегін айналдырып кетті. Нанын алып келе жатса, оның киімдерін бір өте сымбатты, қымбат киінген үлкен келіншек тамсана қарап тұрғанын байқады. Жанына ұшып келіп, апай, бірдеңе іздедіңіз ба? Ұнады ма? Деп алғашқы жақындаған адамына қуанып кетті. Бұл дүниелерді кім тікті, кім тоқыды деді. Мынаны мамам, мынаны мен деп мақтаныш сезіммен көрсетіп жатыр едім. Майра сүйсініп, менің салоныма жұмыс істейсің ба деді. Алланың өзі жіберген бар мүмкіндік екеніне түсінген Бану қуанып кетті. Салоны керемет екен, іші үлкен. Майраның қоластында 6 қыз жұмыс істейді екен. Тек байлар киінетін салон-ау шамасы. Бану бірден тігілген пішілген киімдерді қызықтап кетті. Майра Бануға таза киім беріп, қызды жөніне келтірді. Бірден жалақысын келісіп алды. Бірақ қазір Бану жалақыны ойлап тұрған жоқ. Қалай базарда түнемеймін деп қорқыныштан арылғанына қуанып отыр. Майра өте ақ көңіл, қайырымды келіншек. Жалғыз ұлы бар. Ол шетелде дәрігер болып жұмыс істейді екен. Бануды қызындай көріп кетті. Банудың да қолынан өнер тамып тұр емес пе? Оның тіккен бұйымдарына сұраныста артып, Майраның ісі оңға басты. Майра улы Сәбитті әуежайдан күтіп алды. Жол жөнекей оқиғаларды Бану жайлы бәрін айтып берді. Келе салып Сәбит Банумен танысуға асықты. Себебі өзі дәрігер болған соң әрқашан қол ұшын беруге асығып тұратын. Банудың сұлулығына тәнті болған Сәбит бірден шетелдегі қызметкерлеріне хабарласып, Бануға протез аяқ салдыруға келісті. Бұндай мейірімділікті бұрын соңды көрмеген Бану бұл кісілерге шексіз риза еді. 1 айдан соң Бану мен Сәбит Израильға ұшты.
Ол жақта 3 апта болып қайта Қазақстанға аяқтан еш айырылмаған сияқты білінбейтін жасанды аяқпен қайтадан Бану бақытты еді. Бір-біріне бауыр басып қалған екеуі қалай ұнатып қалғандарына байқамай қалды. Сондықтан Сәбит Бануға үйленуге ұсыныс жасағанда ол ойланбастан келісті. Тойға да аз күн қалды. Тамада таңдап отырған Бану газет бетіндегі Сара мен Нұрланның суретін көзі шалып қалды. Сәбиттің оның еркелігін көтеретінін білген Бану тойымызға 2 тамада жалдайықшы деп өтінді. Сәбит Банудың айтқанын екі етпейтін. Бану Сара мен Нұрланды және тағы бір тамаданы жалдап қойды. Той да басталды. Керемет көліктен өзі тіккен, керемет көйлегімен түскен Бану шын бақытты еді. Фатаның арғы жағында Нұрлан қолына домбырасын ұстап дайын жүр екен. Жанына келген Банудың бетін ашуға құлшынып, айт келін-ау, айт келін деп сайрай жөнелді. Таныс дауыс, таныс ырғақ. Банудың есіне сол кездер түсті. Бірақ өкініш жоқ. Ол жай ғана мағынасыз естеліктер еді. Осы отырған ағайындарға бір сәлем деп шабыты тасып тұрған Нұрлан домбырасымен Фатаны көтерді. Ар жағынан сұлулыққа тұнып тұрған Бануды көргенде суық суды басынан аяқ құйып жібергендей сезінді. Өкініш өзегінен өртеп, бозарып қатты қынжылды. Сара да құрбысының қандай дәрежеге жеткенін байқап, аузы ашылып қалды. Оның қолынан жұлқып ұстаған Нұрлан киініп сыртқа шығып кетті. Ол кезде Сәбит пен Бану бақыт вальсінде айналып жатқан еді.